Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Кенжебаева Ботагөз Есенғалиева. Ілияс Есенберлиннің Шыңғыс хан дәуірінен басталып, Кенесарымен аяқталатын қазақ халқының мемлекеттілігінің бастау көзі мен қиын-қыстау тағдыры бейнеленетін көшпенділер трилогиясы 3 кітаптан тұрады. Оның бірінші кітабы Алмас қылыш деп аталса, екіншісі Жанталас, үшіншісі Қаһар деп аталады. Бүгінгі сіздермен өтетініміз Қаһар романы. Негізгі мақсатымыз шығарманың идеясын көркемдік, эстетикалық құндылық тұрғысынан талдау. Қаһар көптеген тарихи документтер мен фактілердің негізінде жазылған роман. Мұнда жазушы 1836-1847 жылдар арасында қазақ даласында болған тарихи жағдайларды суреттейді. Сонымен бірге қазақ халқының азаттық жолындағы күрес шежіресі, әсіресе Кенесары қозғалысы сияқты аса ірі кезеңі көркем бейнеленеді. Жазушы романда көптеген тарихи дерек пен аңыз әңгімені, көшпелі елдің көркем шежіресін, эпостық мәнерлеу, баяндау дәстүрін қазіргі әдебиеттің өрнектеу, суреттеу тәсілімен шебер қиыстырған. Романда Қоқан Хиуа хандықтарына ұзақ уақыт тәуелді отырған оңтүстік қазақтардың ауыр жағдайы суреттеледі. Ташкенттің құшбегі Бегдербектен жәрдем сұрап барған Қасым ханның ұлдары Есенкелді, Саржанды қасындағы нөкерлерімен бірге опасыздықпен өлтіріп жібереді. Бұл тарихи шындық. Осы тұста жазушы бір отаршылдың екінші отаршылдан артықтығы жоқ екенін, бәрінің көксеген мүддесі қазақ елін бөлшектеп бөліп, әлсіретіп, қансыратып, талан-таражға салып өз билігін жүргізу екенін ашып көрсетеді. Патша отаршылардың шектен шыққан қысымы, әсіресе ата басынан мирас болып келе жатқан туған жерінен зорлықпен ығыстырылуы халықтың қанын қайнатып ашу-ызасын туғызды. Бұл наразылық көтеріліске ұласып, оған Абылай ханның немересі Кенесары басшылық етеді. Образ жасаудағы шеберлігіне келер болсақ, жазушы Кенесарыны айбынды хан, айбарлы қолбасшы, халқын ерекше сүйген батыр азамат, мемлекет қайраткерлерін сомдайды. Бір ғана Ақмола бекінісін алу оқиғасы арқылы Кенесары Қасымұлының асқақ бейнесін көруге болады. Шығармада Кенесарының жеке басы ерлік пен мәрттікке толы. Мысалы, романда Ақмола бекінісін алуға қамалға кіргенде басы қара батыр оққа ұшқан сәттегі "Тастамаңдар басы қара батырды жау қолынан" деген жан айқайын жау қамалына жеке кетіп шауып бара жатқан Кенесарыны көргенде өзгелері де орындарында тұра алмайды деп суреттейді. Мұны оқи отырып қазақ батырларының тұлғаларының бейнесін батырлық рухпен қоса серігін жауға тастамайтын адалдығын көріп тағылым аламыз. Шериаздан Елеукенов ғасыр мен сырласу еңбегінде Есенберлиннің көшпенділер туралы роман трилогиясының сындарлы идеологиясы ұлттық идеология деген екен. Ал Рахманқұл Бердібаев түрлі кітаптар, қолжазбалар, шежірелер арасында шашырап жатқан анық фактілерден құралғандықтан және оқиғалардың жылнамасы сақталғандықтан мұны роман хроника деп атаған абзал деген екен. Құрметті оқырман, қазақ әдебиетіндегі мұрты бұзылмай жатқан тарихи тақырыптың алғашқы мұжарғыш кемесі Ілияс Есенберлин болғанын әсте ұмытпауымыз керек. Қазақ халқының өткені мен бүгінін, азаматтық тағдырын танып білгіңіз келсе, Ілияс Есенберлиннің тарихи романдарын оқыңыз.